Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай тәтті нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны өткізбей соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Керекті өнімдердің мөлшерін видеоның төменгі жағынан таба аласыздар. Ең алдымен ыдысымызға ыстық сүтімізді құямыз, және де сары майымызды саламыз, және де салқын суымызды құямыз. Оның үстіне тұзымызды, қантымызды және де аштығымызды салып жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң електен өткізе отырып ұнымызды салып, қамыр илейміз. Қамырымыз осылай қатты болып үйленуі керек, және де сұйық майымызды жағып, бетін жауып, жылы жерге 1 сағат көлемінде қоямыз. Қамырымыз 2 есеге ұлғайып көтерілді. Енді осы қамырымызды 3 бөлікке бөліп аламыз. Және де қолымызбен осылай біріктіріп, бетін жауып 15-20 минут шамасына қалдырамыз. Қамырымыз дайын болғанша осылай жұмыртқаның сарысын және де сүтті араластырып, бетіне жағуға дайындап аламыз. Міне біздің қамырымыз көтерілді. Осылай пергаменттің үстіне қолымызбен видеода көрсетілгендей етіп, дөңгелек нанның формасын жасайтын боламыз. Нанымыздың формасын дайындап алған соң, осылай ұрғылаймыз. Егер бұндай зат сіздерде табылмаса, вилканың көмегімен осылай сәндеулеріңізге болады. Және де дайындап алған жұмыртқамызды жағамыз. Бетіне сән беру үшін және де ерекше дәм беру үшін күнжіт пен макты себеміз. Және де 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут шамасында пісіріп аламыз. Біздің нанымыз дайын болды. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Көңілдеріңізден шығары сөзсіз. Видеоның соңында сіздерге арасын бөліп көрсететін боламын. Егер сізге видео рецепт ұнаса, менің арнама тіркелуді және де пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы да керемет рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған дәметкен.